Біз бәріміз мерекелерді жақсы көреміз. Әлемде өзінің қызықты дәстүрлері мен көптеген түрлі мерекелер бар. Қазақстанда мерекелер Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес атап өтіледі және 3 түрге бөлінеді. Ұлттық мерекелер, мемлекеттік мерекелер, кәсіби және өзге де мерекелер. Ұлттық мерекелер мемлекеттің қалыптасуымен және оның егемендігімен байланысты ерекше тарихи маңызы бар мерекелер. 16-17 желтоқсанда атап өтілетін Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні ғана Қазақстанда ұлттық мереке болып саналады. 30 жыл бұрын 1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі республиканың тәуелсіздігі мен мемлекеттік егемендігі туралы заң қабылдады. Мереке құрметіне жыл сайын түрлі ауқымды іс-шаралар жоспарланып, өткізіліп отырады. Мемлекеттік мерекелер. Бұл қоғамдық саяси оқиғаларға арналған мерекелер. Елімізде 9 мереке мемлекеттік мәртебеге ие. Жаңа жыл. Бүкіл әлемде атап өтілетін мереке. Қазақстанда оны Григориан күнтізбесіне сәйкес 1-2 қаңтарда атап өтеді. Қазақстанда жаңа жылды тойлау отбасы ортасында мерекелік үстел, сыйлықтар, салют, жаңа жылдық шоуларды қарау және президенттің теледидардан құттықтау сөзін тыңдау сияқты қызықты дәстүрлермен өтеді. Халықаралық әйелдер күні. Жыл сайын 8 наурызда көптеген елдерде, соның ішінде Қазақстанда да атап өтілетін мереке. 20 ғасырдың басында тең құқықтар мен бостандық үшін күрес туралы ұрандар мен шеруге шыққан әйелдердің ынтымақтастық күні ретінде пайда болды. Бірақ қазіргі кезеңде бұл мерекенің саяси астары жоқ. Бүгінде ол махаббатты, сұлулықты, мейірімділікті жырлаған барлық әйелдер күні. Наурыз мейрамы 5000 жылдан астам уақыт бойы әртүрлі ұлт өкілдері атап өткен көктемнің жылдың басымен байланысты ежелгі мейрам. 1991 жылы тұңғыш президенттің жарлығымен 22 наурыз мерекелік күн, наурыз мейрамы болып жарияланды. Өйткені бұған дейін ұзақ уақыт бойы наурызды ресми түрде тойлауға тыйым салынған болатын. Мемлекеттік мереке ретінде Қазақстанда ғана емес, Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан, Әзербайжан, Қырғызстан және Түркия сияқты елдерде де аталып өтіледі. Мерекелік бағдарламаға спорттық жарыстар, ат жарыстары, әндер, билер, ойындар кіреді. Мерекелік үстелде 7 компоненттен дайындалатын ерекше тағам наурыз көже болуы керек. Қазақстан халқының бірлігі күні. 1995 жылы 18 қазанда еліміздің тұңғыш президенті 1 мамырды Қазақстан халқының бірлігі күні деп жариялау туралы жарлыққа қол қойды. Мереке Қазақстан аумағында тұратын 130-дан астам түрлі ұлт өкілдері арасындағы достық пен өзара келісімді білдіреді. Отан қорғаушылар күні. 1992 жылғы 7 мамырда Қазақстанның тұңғыш президенті ұлттық қарулы күштерді құру туралы жарлыққа қол қойды. 2012 жылдан бастап мереке ресми түрде мемлекеттік мерекеге айналды және әскери шерулер өткізу, әскери атақтар беру және ерекше әскери қызметшілерге марапаттар тапсыру дәстүрге айналды. Бүгінде жыл сайын осы күні біз қымбатты аталарымызды, әкелерімізді, аға-інілерімізді мерекемен құттықтаймыз. Жеңіс күні. 1945 жылғы 9 мамыр Ұлы Отан соғысындағы кеңес халқының жеңіс күні. Соғыс кезінде Қазақстаннан майданға 18 бен 50 жас аралығындағы ер адамдардың 70%-ға жуығы кеткен. 12 атқыштар бригадасы, 4 кавалериялық дивизия, 7 атқыштар бригадасы, 50-ге жуық полк пен батальон құрылды. 500-ге жуық адам кеңес одағының батыры атанды. 9 мамырды мерекелеудің негізгі дәстүрлерінің бірі Қазақстанның әрбір қаласында орналасқан мәңгілік алау мемориалдарға гүл қою болып табылады. Сондай-ақ соғыс ардагерлері мен тыл майданының қызметкерлерін құрметтеу бойынша түрлі іс-шаралар өткізіледі. Қазақстан Республикасының астанасы күні. 6 шілдеде Қазақстанда Астана күні атап өтіледі. 1994 жылы 6 шілдеде Қазақстан жоғарғы кеңесінің Астананы Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы қаулысы қабылданды. Бүгінде Қазақстанның елордасы Нұр-Сұлтан деп аталады. Астана күні бүкіл Қазақстан бойынша атап өтіледі. Қазақстан Республикасының Конституция күні.
Қазақстан Республикасы Конституциясы 1995 жылғы 30 тамызда жалпы ұлттық референдумда қабылданды. Сондықтан қазіргі уақытта бұл мереке жыл сайын 30 тамызда атап өтіледі. Тұңғыш президент күні. 1 желтоқсанда елімізде тұңғыш президент күні атап өтіледі. 1991 жылы 1 желтоқсанда республикадағы алғашқы бүкіл халықтық сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел президенті лауазымына сайланды. Барлық мерекелер өте маңызды. Олар халықтың өмірінің ажырамас бөлігі, оның рухани байлығы мен мәдениетінің көрінісі.